Баршамызға сәлем достар, менің есімім Ғалия. Бүгін үйде демалыс күндері өте дәмді пицца істегілеріңіз келсе, осы рецептпен жасасаңыздар болады. Өте дәмді, сочный, мощный, сыр қажет етпейтін, үйдегі барлық ингредиенттерден тұратын пиццамен бөлісетін боламын. Балаларым сүйсініп жейтін пиццаның бірі өз қолмен дайындалып жатырмын. Ең алдымен бізге майонез, кетчуп керек. Кетчупты бірінші жағып, сосын майонезбен араластырып, екеуін полный жағатын боламыз. Тазалап көл жерін қалдырмай жағамыз. Сол кезде дәмді және қып-қызыл болып пісетін болады пиццамыз. Сосын бетіне колбасаларды қойып аламын, әдемілеп. Бізде Нарленнің кішкене колбасасын қойдым. Сосын бізге сыр жоқ, сырдың орнына мен 2 жұмыртқа және майонезді араластырып, жақсылап араластырып, пиццаны пісіріп, оны біз пісіріп, сосын барып осындай жақтың бетіне. Бұл дайын болған түрі өте дәмді, сырды қажет етпейтін пиццалардың бірі. Осылай әдемі болып шықты. Тестосы жұқа және әдемі болып шықты. Осындай қолжетімді пиццаны жасап көрсеңіздер болады.